Қадірлі көпшілік қауым, біз Шығыс Қазақстан облысының Өскемен қаласындағы облыстық Халифа Алтай мешіті атындағы мешітте тұрмыз. Мынау соның екінші қабатында орналасқан музей. Осы музейде мұражайда көріп тұрғандарыңыз, мынау Халифа Алтай ақсақалдың 90-шы жылы біз тәуелсіздігімізді алдық деген уақытта 91-ші жылы сол кезде сәждеге кеткен, Аллаға шүкір еткен жайнамазы. Осы жайнамаз осы мұражайға келуінің бір тарихын кішкене қысқаша айта кетейін деп тұрмын. Алматыда бір депутат апайымыз, Нарайгүл деген апай, Алла өкіштен разы болсын, сол Халифа Алтай ақсақал дүниеден озып кеткеннен кейін бір құжаттарында жерінің кезіндегі рәсімдеген уақытта бір қиындықтар болған уақытта ана кісі көмектесіп, жан-тәнін салып, бір жыл жүріп соғып жөндеген. Сонда енді бейбат апамыз жаннаты осы Халифа Алтай ақсақалдың бәйбішесі енді үйіндегі ең бір құнды нәрсенің енді атаның, мына қараңыздаршы, жыртылып кеткен. Мынандай жыртылып кету үшін бізде қаншама жайнамаз бар, бірақ бізде жыртылған жоқ қой, шын айтқанда жайнамазды айырбастаймыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады, адам қайтыс болған уақытта екі нәрсе адам артынан жылайды деген екен де, намаз оқыған жайнамаз жылайды екен, намаз оқыған жер жылайды екен. Содан кейін адамның дұға көтерілетін жер бар екен де, аспанда әр мұсылманның дұғасы көтерілетін жер бар екен. Сонда мына атамыздың осы Құранды аударып, өмірін сол Құранды аударуға арнатып, иман шарт кітабымен біз сол кезде 90-шы жылдарда сауатымызды аштық. Сол Нарайгүл апайға сыйлаған жайнамаз, мен сол кісінің үйіне барғанда осы үстіне тұрып, бір қағбада тұрғандай, қағбаның жанында тұрғандай, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мешітінде тұрғандай әсерде болады үстінде тұрып оқысаңыз. Содан осы жайнамазды маған сыйлады, барып жүргеннен осы ең ыстық нәрсесін маған сыйлады Нарайгүл апай. Одан біздің үйде біраз тұрды, мен ойладым, бұл енді өзіміздің шығысымызға осы Халифа Алтай мешітінде тұрсын деп сыйға әкеліп беріп, осыдан кейін бір жылдан кейін осы жерде мұражай ашылды. Мына жерде қазір бауырымыз, Ермек бауырымыз, имамымыз бастамашы болып, ол кездегі әкімдер бәрі қолдап, үлкен жерде мұражай бар, ислам тарихы мұражайы осы жерде. Мына Халифа Алтай ақсақалдың жайнамазы, енді осы кісілер бізге дінін жеткізіп кетті, алтын көпір болып. Алла тағала баршамызға осы дініне бекем болайық. Біздің артымыздан да осындай жайнамаздар қалсын, Алла тағала. Біздің артымыздан да артында жақсы осындай амалдар қалсын. Алла баршаңыздан разы болсын.